Петропавлдағы Вознесение Господня шіркеуінде Владимир князінің қайтыс болғанына 1000 жыл толуына орай мемориалда тақта ашылды. Салтанатты шараға облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова мен астаналық және қазақстандық митрополит Александр қатысты. Православты христиандар үшін әр жексенбі мереке. Бұл күні қала тұрғындары шіркеуге жиналып, Владимирдің құдіретті күшіне қолдарын жеткізгендей болды. Астаналық және қазақстандық митрополит Александр дінге сенушілер мен Құдайға құлшылық жасап, салтанатты түрде мемориалды тақтан ашты. Сондай-ақ жексенбі күні түс ауа Александр митрополит бастаған топ облыстық көркемөнер мұражайына келіп, көрмені тамашалады. Ең алдымен олар діни тақырыпта ұйымдастырылған залға кіріп, құнды жәдігерлерді көрді. Бұл зал Орыс православ шіркеуінің ашылуының 10 жылдығына арналып отыра қойылған. Жәдігерлердің көбі экспедиция кезінде табылған. Мұнда бар жоғы 70 экспонат бар. 19 ғасырда қолданылған қоңыраулар және көне кітаптар, суреттер осында орын тепкен. Айталық кітаптар көбін тұрғындар алып келіпті. Қазір олардың барлығы мұражайдың қорында сақтаулы.